Баршаңызға сәлем. Жүйріктен жүйрік озар жарыстырса дегенді атам қазақ білгендіктен айтқан. Ол ән салғанда жүрегінен шыққан үн бойыңызды шымырлатып, жүрегіңізді қозғап, жаныңызды рахаттандырады. Бар махаббатын үніне жұмсағанда. Өмірге деген құштарлықта, елге деген құрметте, әнге деген ғашықтықта үнінде. Әнші жігіттің дауысының кендігінде мін жоқ. Алайда өз табиғатына сай әнді зор дауысқа салмайды. Қайта сезім шынайылығымен, жүрек дірілімен, тыңдаушы көңіліне тұнық сұрғияды. Әнмен бірге жан дүниеңде мөлдір сағыныш пайда болады. Эмоцияға салынбай-ақ, елтен-селтен қимылдарға бағынбай-ақ, көрерменнің көңілінен шығып жүрген сыршыл, сымбатты да байсалды сері жігіттеріміздің бірі әнші Еркін Нұржанов. Еркін оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Шұбарелді мекенінде 1983 жылы желтоқсан айының 12 жұлдызында дүниеге келді. Қарапайым отбасының жалғыз ұлы. Өзінен кейін Жанел есімді 1987 жылы туған қарындасы бар. Әкесінің есімі Қамбар, анасы Баян. Еркіннің бос уақытындағы сүйікті ісі тыныш жерде отырып өлең шығару. Жастайынан бастап айтысқа қатысып жүлделі орындарға ие болған азамат. Қазір өз өнерін жалғастырып келе жатыр. Оның орындайтын әндерінің жартысын өзі шығарған. Мысалғы Қызғанамын, Бақытты бол, Ақерке жаным және тағы басқалары. Студент кезінде домбырамен ән айтып, студент көктемі фестивалі болсын, басқа да мәдени іс-шараларға міндетті түрде сахнаға домбырамен шығатын. Еркін бір сөзінде адам болған соң кейде онаша қалғанда жабығасын, ойға батасын. Сондай кездері қолыма домбырамды алып ән айтамын. Көңіліме босап көзіме жасты аламын. Домбыра менің сырласым әрі мұндасым деп айтып кетті. Домбырамен ғана шектелмей, сырнайда, гитарада, пианинода сүйемелдейді. Әдемі әндерімен жұртшылық назарына бірінен кейін бірін ұсынып, аз уақыттың ішінде қазақ эстрадасынан өз орнын тауып үлгерді. Тыңдармандардың Еркінге деген ыстық ықыластары ерекше. Гастрольдік сапардағы Жанел мен Еркіннің ана әке әнін халқына тарту етті. Еркін өте ақкөңіл, бауырмал, қарындасына қамқор аға, ата-анасының сүйікті де қайратты жалғыз ұлы. Сахнада өзін қатты ұстағанымен өмірде өте көңілді, әзілқой жан. Еркіннің ең асыл арманы өмірге адам болып келген соң, сол атына сай өмірден де адам болып өту. Абай атамыз айтпақшы, дүниенің кетігіне бір кірпіш боп қаланып, еліне қызмет ету. Еркін дегенде көп қыздардың жүрегі алып ұшатын сері жігітіміз 2010 жылдың қараша айының 27 жұлдызында шаңырақ құрды. Көптен күткен қуанышына бөленді. Жары Аягөз 1988 жылы Тараз қаласында дүниеге келген үйдің жалғыз қызы. Өзінен үлкен ағасы және інісі бар екен. Алайда Еркін мен оның алғашқы жары болған Аягөз арудың дәм-тұзы жараспай ажырасып кетті. Жүрегімде қап қойған, жаным саған кім екен, Аягөз деп ат қойған, деп Еркіннің әнге қосқан Аягөзмен некесі сәтсіз болды. Еркін Нұржанов Динара есімді келіншегін 7-8 сынып оқып жүрген кезінен бастап таниды екен. Өзінің айтуынша Динара 7-8 жылдан бері жақсы араласып келе жатқан ағасының қызы. Бірден жүрегі жылай қоймаған келіншегіне әлгі ағасының үйіне барып жүрген кезде көзі түскен екен. Ал ұсынысты қалай жасағандығы туралы той жыры бағдарламасына берген сұхбатында айтып берді. Ұсынысты Ақтөбе қаласында гастрольдік сапарда жүрген кезде телефонмен жасадым. Хабарласып, сен шынымен сенімдісің бе деп сұрадым. Бұл кісі, «Я, сенімдімін» деп жауап қайырды. Онда осы күні Алматыға барып қонамын. Айғырым дайын тұр, отырамыз да Шымкентке тартамыз деп, әттенай деген ағайын туыстың сөзі мойнында қалсын деп, нар тәуекелге бел буып қызды алып қашқанын айтты. Динара Маратқызының әке-шешесі Еркін Нұржановты бұрыннан бері танитындықтан қарсы болмаған, бірақ бірден келісімін де бермеген. 16 жастағы Динара Маратқызы алғашында тұрмыстағы міндеттеріне байланысты аздап қиындық көрген, артынша барлығы түзелгенін айтады. Еркін Нұржанов шығармашылығында не себепті үзіліс болғанын да айта кетті. Мен Алматыға ата-анамды көшіріп алып келдім, бірақ
Ол кісілерге бұл жақтың ауа райы жақпады. Сол себептерден денсаулығы нашарлаған анам дүниеден озды. Әкемнің қан қысымы жоғарылап кетті. Содан соң дәрігерлердің ақыл кеңесімен бұл жақ қолайсыз деп қайта Шымкентке көшуге тура келді. Алматыда 12 жылдай тұрдым. Армандап келген Алматыны тастап кетуге қимадым, әрине. Дегенмен әкемнің денсаулығы бәрінен қымбат болды. Мен отбасымызда ұлдан біреу болған соң әкемді Шымкентке жіберіп, өзім Алматыда жүре алмадым. Жер ауыстыру, көшіп қону дегеннің қиындығын білеміз. Осымен біраз уақыт өтті. Одан кейін отбасылық күрделі жағдайлар болды. Анамыз қайтыс болған соң әкем екінші некелі болды. Менің де жеке өмірімде өзгеріс болды. Бірінші некем сәтсіз болып, екінші рет үйлендім. Аллаға сансыз шүкір, ұлды, қызды болдық. Сіз айтып отырған үзілісте өнерге қарағанда өмірге көбірек көңіл бөлінді. Ал өнер деген әлпеуіштеуді қажет ететін дүние. Сондықтан 2-3 жыл өнерге баяғыдай ынта жігеріммен кірісе алмай біраз үзіп қалдым. Қазір Алланың қолдауымен шығармашылығымды қайта қолға алудамын. Міне, енді ғана әніме жаңа бейне баян түсіріп келдік. Бұл туындымызды бағасын жуырда бере жатарсыздар. Ол қыздарының мінезінде айта кетті. Қызым өте сабырлы болатын сияқты. Өйткені оның байыптылығы қазірден байқалады. Іс-қимылдары да, асықпай сөйлеуі де, көп нәрсеге алаңдай бермейтіні де оның сабырлы ұяң қыз болатынын көрсетеді. Ал шалдың ұлы Қайырдың қимылы ширақ, тынымсыздау, бір орында тұрмайды. Екінші қызымның есімін Ақбаян деп өзім қойдым. Марқұм анамның есімі Баян еді. Қызым дүниеге келгенде әкемнен рұқсат сұрап, анамның есімін қойғым келетінін айттым. Имам кісілермен де ақылдасып көрдім. Ол кісілер марқұм анаңыздың есімін қою шариғатта ешқайшы келмейді деп мақұлдады. Ақырында бір ауыздан шешімге келіп, қызыма Ақбаян деп ат қойдым. Атын қоюын қойған соң бұл үйде біраз мәселе болды. Сөйтсек, келіншегім анамның келіні болған соң атын атай алмады. Ол қазір Ақбаянға Ақсұлу деп ат қойып алды. Сол күйі қызын Ақсұлу атап жүр. Ұлы Қайырға еркелетуден бөлек қатты сөйлей де алмаймыз, дейді Еркін Нұржанов. Кейде Қайыр мен Сая бала болған соң ойнап, ойын үшін жылап қалып жатады. Сол кезде мен барып Саяға емес, Қайырға, сен үлкен емессің бе, қарындасына неге бас-көз болмайсың деп ұрысамын. Мұны көрген әкем үйде барлығының шамаларын тек менің балама келе ме, осы менің балам бәріне кінәлі ме деп ашуланады. Бала болған соң кейде тентектік жасаса, тәйт деп жөнге салып тұруымыз қажет қой. Осыған үйдегі апамыз жылап қалып жатады. Апамыз да менің балама қатты сөйлемеңдер деп бізге айтып қойған. Еркін Нұржанов әлеуметтік желілерде өте белсенді, жиі жарнама жасайды. Өзінен 14 жас кіші қызды жар еткен әнші көп әйел алуға қарсы емес екенін жасырмады. Алайда нәпсінің қалауын орындау үшін емес, жетім мен жесірді азайту үшін тоқал алуға болады, дейді ол. Осындай жағдайда бірнеше рет шаңырақ құруға қарсылық танытпайтынын айтты әнші. Жетімді жылатпаған, жесірді қаңғыртпаған қазақпыз ғой. Өкінішке орай жесірлеріміз көп. Сол жалғызбасты ананың балаларына жаны ашып, жетім жесірді азайтайын деп, Алла разылығы үшін алып жатса қарсы емеспін, дейді Еркін Нұржанов. Ондай жағдайда тіпті әйелінен рұқсат та сұрамай, тек ескерту жасаймын, дейді өнер иесі. Осылайша Еркін Нұржанов қоғамдағы жағдайға бей-жай қарамайтынын айтты. Өзімнің басыма түссе тоқал алар едім. Ал нәпсіге салынып 16 жасар қыз болса, онда қарсымын. Ол кісінің пікірі 200% белгілі ғой. Сондықтан оған тек ескерткен дұрыс шығар деп ойлаймын, дейді Еркін Нұржанов. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ұнаса лайк басып, тобыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай жұлдыз туралы білгілеріңіз келеді? Комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.